Сәлем достар, бүгін ерекше дәмді әрі оңай дайындалатын сметаник пирогының рецептімен бөлісеміз. Сіздер осы рецептпен жасасаңыздар, пирогтарыңыз осындай әдемі әрі өте дәмді болып шығады. Достар, видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, каналға тіркеле отырыңыздар. Сметаник дайындау үшін бізге електен өткізілген ұн, сары май, қопсытқыш, шекер және жұмыртқа керек. Алдымен бөлме температурасындағы сары майды үккіштен өткізіп аламыз. Үстіне ұн, қопсытқыш, шекер қосып, крошки дайындаймыз. Крошкидің үстіне бір жұмыртқа қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды целлофан пакетикке салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Мендегі 20% дүкеннің қаймағы. Қаймаққа 4 жұмыртқа және шекер қосып, венчикпен араластырамыз. Ұзақ және миксермен араластыруға болмайды. Жай ғана қаймақ пен жұмыртқа араласса болғаны. Енді формамызды алып, қамырымызды қолымызбен біркелкі жаямыз. Қалған қамыр бөлігінен шетін көтеріп қоямыз. Және қасықтың көмегімен шетін тегістеп шығамыз. Дайын болған қамырға қаймақты массамызды құйып, 180 градуста 35 минут пешке пісіреміз. Достар, дайын болған пирогты бірден кеспей 2 сағат суыған күтеміз, себебі қаймағы ағып кетуі мүмкін. Мінеки 2 сағат өткен соң пирогымыз енді бабына келіп, дайын болды. Ал достар, дәмін көрейік. Дәмі сондай керемет әрі ауызда ериді. Достар, жасап көріңіздер.